Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Жәмила. Арнамда сіздермен пекин капустасын тұздаудың рецебімен бөлісетін боламын. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Бізге керегі 10 капуста. Капусталарымызды жақсылап жуып, тазалап, ортасынан екіге бөліп аламыз. Бір ыдысымызға жылы суымызды құйып, тұзымызды салып, жақсылап ертіп аламыз. Менде бір пачка тұз. Енді үстінен салқын суымызды құямыз. Капусталарымызға жететіндей болу керек. Ыдысымызға капусталарымызды жақсылап, нығыздап, орналастырып аламыз. Үстінен дайындап алған тұзды суымызды құямыз. Суымызды молырақ құюымыз керек. Капусталарымыз судың ішіне батып тұруы қажет. Жақсылап үстінен басып, бетін пленкамен жауып, үстінен ауыр затпен басып қоямыз. Осылай 10 күн салқын жерде ұстаймыз. Он күннен соң капусталарымызды судан шығарып, арасына ажиға жағатын боламыз. Мен ажиғаны қолдан жасадым. Жарты кило тәтті бұрыш, 2-3 ащы бұрыш және 2 бас сарымсақ қажет. Барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз да капусталарымыздың арасына жағып шығамыз. Капусталардың қабат-қабатының арасының барлығына қалдырмай жағып шығамыз. Және де қара бұрыш, лавр жапырағын салсаңыздар да болады. Енді капусталарымызды қайтадан ыдысымызға саламыз. Арасына укроп салсаңыздар да болады. Әдемі дәм береді. Капустадан шыққан өзінің суын қайтадан өзіне құямыз. Осымен капусталарымыз дайын. Жей берсеңіздер болады. Осылай жасап көріңіздер.